Балалар қалдарыңыз қалай? Балалар кім болам деген сұраққа жауап беру керек. Қорғаушы, адвокат. Мен болашақта мектептің Сен де директор болғың келе ма? Жарайсың жаным. Мен де сіз сияқты бір директор болам ба деп қоям негізі. Мен адамның жан дүниесін емдейтін психолог болғым келеді. Барлық адамға пайдалы болғыңыз келеді, иә? Тегін емес. Әрине. Мен ба? Я. Президент. Президент болғың келеді. Президент болу үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Сабақ күшті оқу керек. О, мына жерде біздің мектептің көшбасшы жігіттері тұр ғой. Болашақта ұлтымыздың болашағы білімді жастардың қолында демекші апай, осы білім жолында өзім еңбегімді арнағым келеді. Керемет. Осы бәлкім сіз сияқты директор болсам ба деймін. Ой, жарайсың. Білім министрі болсақ та түк етпес. Ол жолда да үлкен еңбек атқарарымыз бұйырса апай. Яғни сіз Ғани Бектайұлына ұқсағыңыз келеді ғой. Иә, әрине. Бүгінде тәрбиеге ден қойған бас ұстаз Ғани Бектайұлы ұлттық адами құндылықтарға негізделген біртұтас тәрбие бағдарламасында өскелең жас ұрпақты рухани адамгершілік қасиетке баулу, саналы тәрбиелеу барлық кезеңде өзекті екенін қадап көрсетті.